Ертегі тыңдаған жақсы көресіңдер ма? Олай болса, мен сендерге кірпі мен қарға туралы қызықты ертегі оқып беремін. Ал, олай болса тыңдаймыз бәріміз бірге, иә? Баяғыда кірпі мен қарға дос болыпты. Бір күні кірпі қарғаға келіп, қарға, менің тоным жаман, тікенек, сенің тоның жақсы, жұмсақ, үлпілдек, маған тоныңды берші депті. Қарға, ал мен сонда не киемін деген екен. Сен менің тонымды киесің. Жарайды дейді қарға. Олар тондарын айырбастап киеді. Бірақ кірпі алма жинай алмай қалады. Түлкіден қорғана алмай қалады. Ал қарға не істейді? Қарға ұша алмай қалады. Кірпі қайтадан қарғаға келеді. Қарға, менің тоным жақсы екен ғой. Мен алма жинай алмай қалдым. Түлкіден қорғана алмай қалдым дейді. Ал қарға не дейді? Менің де тоным өзіме жақсы екен. Мен ұша алмай қалдым. Басқа қарғалар мені танымай, менен қашып кетті дейді. Сондықтан балалар, әркімнің өзінің тоны өзіне жарасады екен. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Рахмет.